Hi guys, how are you? I'm gonna to talk about food and the drink for summative assessment for the unit. Also, there is given learning objectives for reading and speaking. Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз 8-ші сынып бойынша food and the drink тақырыбы бойынша жиынтық бағалау жұмыстарын талқылайтын боламыз. Және сіздерден бір өтінетінім, осы видеоның астыңғы жағында подписаться батырмасы тұр. Сол батырманы басып каналға тіркеліп қойыңыздар, және 8-ші сынып оқитын достарыңызбен, туыстарыңызбен бөлісіп, подписчиктер санын 300-ге жетуге атсалысайық. Егер подписчиктер саны 300-ге жеткен кезде, мен сіздерге тағы да бжб-ның басқа вариантын және тжб жұмыстарын салатын боламын. Now, let's start doing a task. Task for reading. Read the text about answer the question. Тапсырманы оқыңыз және сұрақтарға жауап беріңіз. Eating out, are you looking for somewhere special to go this weekend? Do you want to try something new? Check out one of the hot new restaurants. Eating out дегеніміз, яғни сырттан тамақтану. Біз сырттан кафеден, ресторан, сондай сияқты жерлерден біз тамақтанамыз. Сол туралы бүгін біз сабақта айтатын боламыз. This weekend top recommendation. Осы аптаның топ, яғни ұсынылған ресторан, кафелері. Біріншісіне last days of the Raj'тың соңғы күндері. A central located Indian restaurant perfect for eating before or after the cinema or a show. Әрпіндегі мәтінге назар аударатын болсаңыздар, яғни Индияның халқының жаңағы орталықта, қаланың орталығында орналасқан ресторан туралы айтып жатыр. Бұл жерде киноға дейін немесе кинодан кейін жаңағы тамақтануға өте керемет жер дейді. In summer, enjoy your meal in the beautiful garden. The most popular dishes are lamb and chicken cooked with mild, medium or hot spices. For brave customers, there is extra hot. Яғни жаздың күндері осы ресторанның әдемі бақшасында тамақ ішкен қандай керемет дейді. Сондай-ақ бұл жерде атақты тағамдары қой еті және жұмсақ пісірілген тауық еті, орташа және ыстық, ащы тағамдары бар екен. Яғни бұл бірінші мәтін бойынша. Енді сұраққа назар аударайық. Which restaurant served hot and spicy food? Сұрақта қайсы ресторанда ыстық және ащы тағамдар берілген, яғни бұл біздің осы A әрпіндегі мәтінге сәйкес келеді. Text B, a taste of Tuscany. Wherever you'd like a great value for money lunch or a relaxed evening in stylish surrounding, this is the place for you. The chefs have all been trained in Italy and they make both traditional and contemporary dishes. We recommend the pasta and the seafoods. Енді бұл текстті бөліміне қарасаңыздар. The chefs have all been trained in Italy. Яғни Италия Европа мемлекеттерінің бірі. Енді қараңыздар, итальяндық ресторанның бастығы дейді, өзінің қызметкерлеріне ұлттық және заманауи тағамдарды жасауын үйретеді екен. Дәл осы сөйлем, мына сұраққа қарасаңыздар, 5-ші сұрақпен сәйкес келеді. Text C, your local cafe. Яғни жергілікті кафе. Remember when cafe served full English breakfast, sausage, beans, fried bread, eggs and bacon with a strong cup of tea. Яғни бұл кафе тек таңғы ас береді екен. Яғни бұршақ, шұжық, қуырылған нан, жұмыртқа және бекон. Бұл мәтін 6-шы сұрақпен сәйкес келеді. Which restaurant serves as an all-day breakfast? Яғни күні бойы таңғы асты қайсы ресторан береді дейді. Бізде міне осы С мәтінде кездеседі осы. Осы С пунктіндегі мәтіннің соңғы сөйлеміне назар аударсаңыздар, міне while you listen your favorite tunes from the 1980s. Осы сөйлем
Үшінші сұрақпен де сәйкес келеді. Сұраққа назар аударайық. In which two restaurants can you listen to some great music? Осы аталған мәтіндердің ішінен екі ресторан музыка қойып қояды екен. Яғни осы екі ресторанға барса, музыка тыңдай аласың дейді. Қайсы екі рестораннан музыка тыңдай аласың? Белгілі болды С пунктінде, ал енді екіншісін тағы қарастырамыз қазір. D. Lemon tree. This pretty restaurant served healthy food that is tasty too. Come in for a vegetarian snack at lunchtime, or a great fruit smoothie, or a cappuccino, and a delicious piece of cake in the afternoon. This restaurant is for vegetarian. Яғни бұл текстегі ресторан, яғни вегетариан, ет жемейтін адамдарға арналған екен. Сонымен қатар денсаулыққа пайдалы тағамдарды ұсынады екен. Бұл бізде төртінші сұраққа сәйкес келеді. F. The chocolate box. The owner of his small cafe used it to cook all kinds of food, but she realized that she preferred desserts to anything else. If you want to meat or fish, don't come here. They only do desserts, lots of different kinds of sweets. Яғни бұл мәтінде өздеріңіз түсінгендей, бұл кафе балықтан, еттен жасалған өнімдерді, тағамдарды жасамайды екен. Яғни бұл кафе тек десерттер мен тәттілерді, торттарды жасайды екен. Бұл мәтін екінші сұрақпен сәйкес келеді. Text G. Musical chair. Have you noticed how to music improves this taste of your food? This new restaurant has different types of live music every night except Sundays. Excellent food to go with it. Great fish dishes and a steak and a pizza. Бұл ресторан жаңадан ашылған және әртүрлі жанрдағы жанды дауыстағы музыкаларды әсіресе жексенбі күні түнде көп қойылады екен. Және тағаммен бірге керемет әсер береді екен. Сонымен үшінші сұрақта көрсетілген екінші ресторанды таптық. Яғни бұл бізде G әрпіндегі musical chair атты мәтін екен. Және мұнда өздеріңіз байқағандай I әрпіндегі мәтін айтылған жоқ. Яғни I әрпіндегі мәтін. Яғни I әрпіндегі мәтін артық екен. Және бұл мәтін fast best, яғни ең жылдам дайындалатын тағам түрлері туралы айтылады бұл жерде. Next task for speaking. Which restaurant would you choose to go and why? Айтылым бойынша бірінші сұрақ. Жоғарыда ресторандар туралы бірнеше текст оқыдық. Енді осы ресторандардың қайсы бірін баруға таңдайтын едің дейді. Және неліктен? Мысалы, мен былай жауап берерім. I would like to go to restaurant Lemon Tree because I love desserts and cakes. Also, I adore listening to music. That's why I want to go to a musical chair. The second question. Have you ever tried foreign food? Describe your experience. Өзге ұлт өкілдерінің тағамдарын жасап көрдің бе? Және жасаған болсаң, өз тәжірибеңмен бөліс. Yes, I tried to cook Uzbekish food is plov. First of all, I fried a meat, onion and a carrot. Then add some water. After that, it should be boiled and brewed with rice. The third question. Do you ever go on diets? Do you think diets work? Is dieting dangerous? In your opinion? Yes, I have been on a diet this year. It was terrible for me, but fortunately my health has improved. Nowadays, I have no problem with my health. In my view, diets are useful for our health. First question. Do you think that we eat better now than we didn't in the past? Explain your answer. I believe or think so. Яғни, I believe to think so дегенімізде менің ойымша деген сөз, мен де осылай ойлаймын деген мағынаны білдіреді. Nowadays, the range of food is much larger than before. Fifth question. Do you agree genetically modifying the food we eat
What are the advantage of genetically modified food? What are the disadvantage? Yes, I agree, because something new is being created, not like it was before. Therefore, all things and the foods are available for us. Sixth question. Do you think the following saying are true? Why and why not? An apple days keeps the doctor away. Carrots helps to see in the dark. Yes, I think so. Some products are really very useful for and helps our health. For instance, carrot improves vision and the apple have a lot of vitamins such as C, B1, B2, P and E. Осы үлгі бойынша өздеріңізде спикингге басқа да сөйлем құрастырып көріңіздер. Ал ендеше сәттілік баршаңызға.